Сәлем достар, сіздермен қайта көріскеніме қуаныштымын. Сіздермен әдеттегідей мамандық таңдау мектебі және мен Санель. Негізі соңғы кездері комментарияларды оқып жүрген кезде көптеген түлектердің уайымы, қорқынышы, белгілі бір мамандыққа ентіға дайындаласың, ентіден белгілі бір балды аласың, сосын грантқа түсесің, бірақ грантқа түсіп 4 жыл оқығаннан кейін сол мамандық бойынша мен болашақта жұмыс таба аламын ба, жалпы өзімді асырай аламын ба, ақша таба аламын ба деген секілді сұрақтар болып жатады. Соған байланысты мен бүгін Қазақстандағы жұмыс табу қиын мамандықтар туралы айтқым келіп отыр. Яғни алдын ала осындай қауіпті болдыртпас үшін осындай видео шығарып отырмын. Сіздерге бұл ақпарат қызықты болады деген ойдамын. Сол себептен міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгін Қазақстандағы жұмыс табу қиын 9 мамандық туралы айтамыз. Жалпы видеодағы ақпараттар менің қатарластарым оқу бітіргеннен кейін жұмыс таба алды ма, таба алмады ма, соны кішігірім өзім зерттеу жүргізіп, қай мамандықтар бойынша жұмыс таба алды, қай мамандықтар бойынша жұмыс таба алмадыған екен қарадым. Және де қосымша Атамекеннің статистикасына сүйене отырып, осы ақпараттарды, осы мамандықтарды жинап отырмын. Сол себепті де бұл ақпараттар шынымен де кәдімгідей статистика жүргізіліп, Атамекеннің статистикасы бойынша жүргізіліп, нақты ақпарат болып отыр. Жұмыс табу қиын алғашқы мамандықтардың бірі, маман иелерінің бірі, ол заңгер мамандығы. Негізі бұл маман иелер тек қана Қазақстан бойынша емес, СНГ бойынша да бұл маман иелері жұмыс таба алмай жатады. Себебі бір уақыттары 2000 жылдары, 2010 жылдары осы маман иесі бір уақыттары қатты қажет болды. Одан кейін бұл мамандыққа бір кішігірім тренд болды. Сөйтіп көптеген оқушылар осы мамандыққа түсіп, тәмамдап шыққан болатын. Бірақ бітіріп шыққан түлектер бір уақытта жұмыс таба алмай қалды. Себебі нарықта қажетті маман иелерінің саны әлде қайда бітіріп шыққан түлектердің санынан аз болатын. Сөйтіп, қазіргі таңда заңгер, юрист маман иелерінің өте көп болғанның әсерінен жұмыс табу қиын және де конкуренция көп болып отыр. Және сіздерге осы мамандықты бұрындары ашып айту үшін біз арнайы юрист мамандығы, заңгер мамандығы туралы видеоролик түсірген кезде Марғұлан мырза, яғни заңгер, бірнеше жылдық, 10 жылдық, 15 жылдық стажы бар заңгер айтқан болатын. Қазіргі таңда заңгер бойынша жұмыс жасау үшін, жұмыс табу үшін сен кем дегенде 2 жыл тегін жұмыс жасауың керек деді. Яғни түсінгендеріңізде заңгерлерге конкуренция өте қатты көп болғандықтан, оларды тәжірибесіз жұмысқа алмайды, ал тәжірибе жинау үшін 2 жыл, 2,5 жыл тегін жұмыс жасау керек. Және де соның әсеріне көптеген адамдар өзін асырау керек, ата-анасын асырау керек, отбасын асырау керек болғандықтан 2 жыл бойы тегін жұмыс жасауға дайын емес. Сөйтіп, қазіргі таңдағы ең көп жұмыссыз жастардың бірі осы заңгер мамандығына сәйкес келіп отыр. Шынымен де жұмысқа тұру қиын екеніне дәлел ретінде Атамекеннің статистикасын айтып кетейін. Атамекеннің статистикасы бойынша қазіргі таңдағы юрист мамандығын үздік оқытатын Нәрікбаев атындағы Казгю университетінің бітірген түлектердің жұмысқа қамтылуы тек қана 74%-ды құрайды екен. Нархоз, ИНУ университетінде 64%-ға дейінді құрайды екен. Яғни қалған 40-30%-ы жұмыспен қамтылмай қалады екен. Негізі басқа мамандықтармен салыстырғанда ол өте аз көрсеткіш. Мысалға, мектепке дейінгі даярлау мамандығында жұмыспен қамтылу 100%, 99%, 80%-ды құрайды. Ал бұл мамандықтар 60-70%-ды көрсетеді екен. Екінші жұмысқа тұру және де жұмыс табу қиын мамандықтардың бірі журналистика. Яғни қазіргі таңда көптеген оқушылар, қазақ әдебиетіне қызығатын оқушылар, сөз жағынан мықты оқушылар негізі журналист болсам, репортер болсам деген секілді армандар бар. Бірақ өкінішке орай бұл бітірген түлектердің көбісі бірден жұмыспен қамтылмайды. Себебі бұл бағытта да конкуренция өте көп болғандықтан, журналистикаға бітіріп шыққан түлектер өте көп болғандықтан, жұмыс табу әлде қайда қиын. Тіпті қазіргі таңдағы осы журналистика мамандығын оқытатын Қара Шаңырақ Әл-Фараби атындағы университетінде бітірген түлектің тек қана 64% ғана жұмыспен қамтылады. Дәл солай ИНУ университеті де, КИМЭП университеті де шамамен 60-70%-ның төңірегінде жұмыспен қамтылады. Ал қалған түлектер жұмыс таба алмай, басқа маман иесі болып жұмысқа тұруға мәжбүр. Және де осы журналистикаға байланысты, осы мамандықтың қаншалықты жұмыспен қамтылғанына байланысты ақпарат іздеген кезде мен өзімнің құрбым, яғни бұрын журналист болып жұмыс жасаған құрбыма, аяулымға хабарласып, кішігірім сұхбаттасқан болатын. Сол кезде айтатын, яғни журналист болып жұмысқа тұру үшін бастапқы жылдары өте қиын болады. Себебі айтып кеткенде конкуренция көп болғанның әсерінен сенің жалақың да аз болады, және сенің жұмысқа тұруың және де сол жұмыста қалуың сенің жұмысты жасағаныңа байланысты, және де
жұмыс жасаған бағдарламаңа, каналдың рейтингісіне байланысты тікелей әсер етеді екен. Мысалға, тіпті белгілі бір жұмысың дұрыс болмаса, немесе рейтингі нашар болса, редакторлар 50 мыңның 70 мыңның төңірегінде айлық алады екен. Енді әрине бар журналистер, 150 мың, 200 мың, 300 мың одан да көп ақша табатын, бірақ ондай деңгейге өсу үшін де өте көп тәжірибе керек, өте көп алдыңнан конкуренттерді жеңіп шығуың керек, кішігірім бір қасқыр болып шығуың керек деген секілді нәрсе бар. Бірақ көптеген адамдар, көптеген түлектер бастапқыда бірнеше жылдар қатарынан 50 мыңға, 70 мыңға жұмыс жасауға, 80 мыңға жұмыс жасауға дайын емес. Себебі үлкен қалаларда тіпті тұру, квартираңа төлеу, жүріп тұруың бар, тамағың бар. Одан кейін ата-анаңа да көмектескің келеді деген нәрсе бар. Оның барлығына ол ақша жетпейді. Соның әсерінен көптеген журналистер кішігірім арманын орындаймын деген жас түлектер арманынан бас тартып, бұл жұмысқа тұрмай, бұл жұмыстан кетіп жатады. Ал кейбіреулер тіпті бұл жұмысқа тұра алмай жатады. Яғни осындай өкінішке орай статистика бар. Тағы бір жұмыс табу қиын, жұмысқа тұру қиын мамандықтардың бірі ол мейрамхана ісі. Орысша айтқанда ресторанное дело десек те болады. Негізі бұл мамандықты да көптеген түлектер армандайды, бірақ армандап түскен мамандық бойынша өкінішке орай біраз уақыттан кейін жұмыс таба алмайды. Бұл мамандық бойынша да жұмысқа қамтылу бойынша статистика өте төмен. Мысалға айтатын болсақ, Ату университетінде бұл мамандықпен жұмысқа қамтылу 64% көрсетеді екен, UIB университетінде 56% көрсетеді, ал Тұран университетінде тіпті 33% көрсетеді екен. Өкінішке орай, осындай статистика шынымен де жұмысқа қамтылу өте төмен, себебі бұл мамандық бойынша негізі дипломға қарамайды, бұл мамандық бойынша жұмысқа алу көбіне практикаға, тәжірибеге, опытқа қарайды. Яғни көптеген жұмыс берушілер аса қатты дипломың мұндай екен, қызыл екен, көк екен, барлық бағаң 5 екен деген секілді нәрсеге қарамайды. Қандай жерде жұмыс жасадың, қандай міндеттер атқардың, және де қанша жылғы тәжірибең бар, және де қандай деңгейге жеттің деген секілді сұрақтар қояды. Және де осы орайда айта кеткім келіп отқан ақпарат, егер де сіз шынымен де белгілі бір маман иесі боламын, мысалға заңгер боламын, немесе журналист боламын деген секілді кішкентай кезіңізден бері армандап жүрсеңіз, сол маман иесі боламын деген секілді мақсат қойып жүрсеңіз, бірақ осындай жұмысқа тұру қиын болып жатса, өзіңізге бірден X қоймаңыз, себебі әрине жұмысқа тұру қиын болғанымен де, конкуренция қиын болғанымен де, сол конкуренттерді жеңіп жатқан, өзінің алдындағы келіп жатқан кедергілердің барлығын жеңіп жатқан да түлектер бар. Сол бойынша жұмыс тауып, белгілі бір карьералық баспалдақ бойынша өсіп, белгілі бір бастапқыда 50 мың теңге тауып жатса да, бастапқыда тегін жұмыс жасаса да, ары қарай 200, 300, 500 мың теңге тауып жатқан да түлектер бар. Яғни жұмыс табу қиын мамандықтар болғанымен де, егер де сіздер шынымен де ынталансаңыздар, егер де сіздер өзіңіздің алдыңызда кедергіні біле тұра ары қарай жұмыс жасасаңыздар, пысық болып, үнемі жұмысқа тұруға әртүрлі қадамда жасасаңыздар, яғни бастапқы 20 компания жұмысқа сізді алмаса, тағы да 21-ші рет, 41-ші рет, 50-ші рет попытка жасап іс-әрекетке көшсеңіздер, әрине алынбайтын қамал жоқ. Бастысы өзіңізге сеніп, өзіңіздің шынымен де осы маман иесі болатыныңызды сенсеңіздер, шынымен де осы мамандықтар бойынша да тіпті жұмыс табуға болады. Яғни айтқым келіп отқаны, бұл жұмыс қиын болғанымен де, жұмыс табу қиын болғанымен де, жұмыс табу мүмкін, ол адамға байланысты, адамның еңбек қорлығына байланысты. Сонымен Қазақстанда жұмыс табу қиын мамандықтарға ары қарай тоқталайық. Төртінші жұмыс табу қиын мамандықтар ол сән, интерьер дизайн және де өнеркәсіптік дизайн мамандығы болып отыр. Яғни осы бағыттағы мамандықтар. Негізі бұл мамандық бойынша бітіріп шыққан түлектер орташа есеппен 50-60% жалпы жұмыспен қамтылады екен. Жүргенов өнер академиясында қазіргі таңда жұмыспен қамтылу 66% көрсетіп отыр. Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінің түлектері жұмыспен қамтылуы 40% көрсетіп отыр. Сәтбаев университетінде 66%, ИНУ-да 47% көрсетеді. Жалпы осы ақпараттарды сіздерге айтуға дайындалған кезде, жалпы жинаған кезде мен барынша сіздер білетін университеттер, аты танымал ұлттық университеттерді статистикасына сүйене отырып қарадым, яғни ИНУ, КАЗНУ, Сәтбаев деген секілді университеттерді сүйене отырып қарастырдым. Себебі бұл университеттер қазіргі таңда Қазақстанның беделді университеттеріне кіреді, бірақ өкінішке орай бұл университеттерде де бұл мамандықтар бойынша жұмыспен қамтылу аз екен. Тағы да бір айта кеткім келіп отырған мамандық аударма ісі мамандығы. Негізі көптеген түлектер менен осы аударма ісі мамандығы туралы ақпарат беріңізші деген секілді айтып жатады. Бірақ осы аударма ісі мамандығы қазіргі таңда жұмыспен қамтылу бойынша өте аз, өте төменгі деңгейлерді көрсетіп отыр. Нақты
нақтырақ айтқанда бұл мамандық бойынша жұмыспен қамтылу ЕНУ университетінде 65%-ды көрсетіп отыр. Абылай хан атындағы халықаралық қатынастар университетінде жұмыспен қамтылу 75%-ды көрсетіп отыр. Ал Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінде жұмыспен қамтылу 53%-ды көрсетіп отыр екен. Тіпті аударма ісі мамандығы аналитиктердің пайымдауы бойынша 2030-2050 жылдары жойылатын мамандықтардың қатарына кіріп отыр. Себебі бұл мамандықты болашақта роботтар, жалпы әртүрлі техникалар орнын басады деген секілді бір ақпараттар бар. Тағы да жұмысқа тұру қиын мамандықтардың бірі айтпасқа болмайды, әрине мұнай-газ ісі мамандығы. Бұл бағыттағы мамандықтар шынымен де жұмысқа тұру қиынырақ, себебі статистикасы бойынша бітірген түлектің жұмыспен қамтылуы 70-78%-ды құрап отыр. Және де заңгер, және де мұнай-газ ісі секілді мамандықтарда көбіне жұмысқа тұру үшін әрине білесіздер, мәке-сәке таныс керек. Егер де танысың болмаса, барынша еңбектену керек, барынша өте жақсы оқу керек. Сол үшін де егер де сіздер осы маман иесі болғыларыңыз келсе, барынша өте жақсы оқуға тырысу керек болып табылады. Тағы да бір жұмыс табу қиын мамандықтардың бірі ол балық шаруашылығы. Бұл балық шаруашылығы мамандығы бойынша жұмысқа қамтылу қазіргі таңда 60%-ды көрсетіп отыр, мал шаруашылығы 50-70%-ды көрсетіп отыр, және де туризм бағытындағы маман иелерінің жұмысқа қамтылуы жалпы 60%-ды көрсетіп отыр. Бірақ ойлана келе, мал шаруашылығы, балық шаруашылығы деген секілді мамандықтар бойынша көптеген түлектердің өз мамандығы бойынша жұмыс жасамайтын немесе бұл мамандық бойынша жұмысқа таба алмайтынына әсер ететін нәрселердің бірі бұл мамандықтардың грант балының өте төмендігі. Яғни көптеген оқушылар бұл мамандыққа көбіне грант балы аз болып қалғандықтан амалсыздан түсіп жатады. Соның әсерінен өзінің қалап түспеген мамандығы болмаған соң тіпті бұл мамандық бойынша аса қатты оқығысы келмейді. Сол себепті де кейбір түлектер осы мамандық бойынша жұмыс жасамайды. Әрине бұл мамандықты шынымен де армандап түскен студенттер бар, 140 балмен де, 130 балмен де түсіп жатқан түлектер бар. Қарап тұрсақ, түлектер балы аз болғандықтан ғана түсіп жатады екен. Сонымен достар, бүгін біз сөйтіп Қазақстандағы жұмысқа тұру қиын, жұмыс табу қиын мамандықтар туралы айтқан болатынбыз. Сіздердің ойларыңызша бұл мамандықтардан бөлек қандай маман иелері тағы да жұмыс таба алмай жатады? Міндетті түрде комментарийға жазып, өздеріңіздің ойларыңызды бөлісіп кетіңіздер. Және де ақпарат ұнаса, видеоны жай ғана көріп қана емес, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетіп, белсенділік танытып, біздің YouTube каналымызға, Telegram каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, келесі видеода кездескенше сіздермен бірге болған мамандық таңдау мектебі.